Жаным арымның садақасы дейтін арда қазақ армысыздар. Ананың сүтімен, әкенің қанымен, тектілік ұрпағының бойына дарытып, бар дүниені осындай тойға жинайын деген жомарт жұртым. Ассалаумағалейкум. Бәрекелді, бүгін міне исі қазақтың иығы көтеріліп биік асқақтаған сәт, ақ түйенің қарны жарылып, дүние қайғы мұңнан арылған күн. Олай болатын болса, дүбірлі думанның мерейлі мерекенің негізгі мұрындығы болып отырған Азамат ағамыздың жұбайымен және бала шағасын сіздердің қошемет құрметтеріңізбен той төріне шақырайық. Рахмет, той қонақтары, сіздердің құрметтеріңізге жайылған адал дастарханға жайғасуларыңызға рұқсат. Олай болса, мен той иелеріне арнайы тоқталғым келіп отыр. Осы жерде біздің ақ жүзді аппақ арлы әпкеміз отыр. Сандуғаш әпке, бір қадам алыңыз, бір қадам алыңыз. Бәрекелді. Әпкеме құрмет қошеметтеріңіз бар ма? Рахмет. Сандуғаш әпкеміз Қожбанбектің қызы құрмет қошемет соғуға лайықты кісі. Өйткені әпкем бала шағасын әкесі жоқ деген атта қалғызбай өсірді. Маңдайынан құс ұшырмады. Бала шағамның табанына кірген тікен менің маңдайыма кірсе екен деген аяулы ана. Сандуғаш әпкеме тағы бір қошеметтеріңіз болсын. Бәрекелді кездесте ерекше тоқталатын әрине өздеріңіз біліп отырсыздар. Осы әулеттің үлкені, аттың басын, аттың тізгінін ұстаған ер азамат Еркебұлан бауырымызға қошеметтеріңіз болсын. Өте тамаша. Қазақ атамыз айтады, бабында болмаған қыран қасқыр алмайды. Бабында болмаған жігіт үй салмайды дейді. Біздің Ерекеңнің нағыз бабында екенін жанындағы жолдасы біздің жеңгеміз, Жанар жеңгеміздің арқасы деп айтсақ, артық емес шығар ағайын. Жақсы. Ұлым болсаң ұлы бір мұрадайсың, қызым болсаң қырдағы құралайсың. Естимісің, есі жоқ, ей дүние, менен неге сүйінші сұрамайсың деп, осыдан 7 жыл бұрын ғана, көзді ашып жұмғандай уақытта ғана біздің Ерекең қызды болған болады. Олар ине әжесінің қызы. Сол әжесінің қызы бүгін мектеп табалдырығын аттап, үлкен өмірге қадам басып жатыр. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен Анель Ханшайымды ортаға шақырамыз. Келе ғой, Анель.
рахмет. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп Мұқағали айтпақшы, біздің Анел таудай қыз болсын деп бір қоса қойыңдар. Кешірім өтінем. Знаете, Анел деген тағы да бір қыздарыңыз болады екен. Жақсы. Олай болатын болса, той төріне сіздерді де қошемет құрметпен жайғастырайық. Енді атаңнан бота қалғанша, бата қалсын, бота бір жұттық, бата мың құттық деген илахи әмин деп той төрінде біздің әулеттің үлкені Иманбек Ақсақалдан бата сұрадық. Иманбек ата қайда екен? Айдан аман жылдан есен болсын, кішкентайыңыздың жасы ұзақ болсын, қадамы құтты болсын. Тардай жүріп таудай болып тұрсын. Дастарханда май болсын, қазан ошақ тай болсын, құлындығың тай болсын. Алладан рахым берсін, пайғамбардан шапағатын берсін, барына қарағатын берсін, жоққа сабырлығын берсін, адамға өлімге сабырлығын берсін, ел тілегім беріп, бейімсіз заман балашығымын болып, отырғанға жылған қауымның отбасы әр күні той болсын. Батырларымыз той, жегендеріміз той болсын, бейбітшілік заман балашыға аман болсын. Аллаху акбар. Арасында осындай той, осы келген ағайынның барлығына жұғысты болсын. Бүгін той, бүгін қуаныш, ендеше бүгін айтылмаған ән қашан айтылады? Түрде отырған үлкен кісілердің құрметіне арнап ескі әндерден сіздерге музыкалық сәлем жолдайтын ақжолдарыңызды қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қойға тұрсын. Дархан тағдыр сені маған шолақтарды қайда. Өмірмен ұрлы көктем болып бердің айна. Бір сәтке де болсай алмаймысың жайлы ойда. Жүрегімде басталды бір майда. Өзенді сүңгілім маған беттің жарым, турған олар өлкен. Аямашы құрбаннан көркемі, жүрегімнің барлығы жанарымда сенің жатыр екен менің қабатым. Жанарымда сенің жатыр екен менің қабатым. Біздің жастық шағымызды қанатын кең жайып, бабамыздың ел көзіне жайып, өмірімізге бар ұстап жалғанын көркемі, кешіргенде боламайсың неге. Перзенті сүңгілім маған бетті жарым, турған олар өлкен. Аямашы құрбаннан көркемі, жүрегімнің барлығы бағалында сенің жатыр екен менің тағатырым. Жанарымда сенің жатыр екен менің тағатырым.
Ай бәрекелді, құрметті тойшыл қауым. Осыдан бір ай бұрын Еркебұлан маған хабарласып, қызымыз мектепке барып жатыр. Тіләшар той жасамақшымыз деді. Тіләшар тойды қызылордалықтар сөмке той деп айтады екен. Сонымен тіләшар той туралы торқалы той болсын, сапалы той болсын, саналы той болсын деп әбден зерттедік. Бұл тіләшар деген сөздің өзі қайдан шығыпты, төркіні қайдан екен деп қарадық. Сонда Бауыржан Момышұлы атамыздың келіні Зейнеп Ахметова апамыз қазақтарда тіләшар болмаған деген сөзді орыстар біздің санамызға сан ғасыр бойы сіңірді дейді. Октябрь революциясына дейін қазақтардың 98% сауатсыз болды деп сол нәрсені өз аузымызбен айтқызып келді. Ал сонда тіләшар тойы қайдан шықты дейді. Тіләшар яғни қазақтардың сүйегі менікі, еті сенікі деп баласын молдаға тапсырғанынан бастап бар екен. Ендеше біздің небір марғасқаларымыз сонау Ташкентке, Уфаға, жан-жаққа барып, медресеге барып оқып келгенде тіләшар тойы шыққан екен. Ендеше сол ғасырлар бойы жібі үзілмей келе жатқан тіләшардың жалғасы бүгінгі той. Дәл сол Зейнеп Ахметова әжеміз айтады, 1951 жылы мен мектепке барғанда әжелеріміз жиналып, менің маңдайымнан сүйіп үшкіріп, қызым, тіліңді аштық, тіліңді сындырдық деген еді. Ендеше бүгін біздің Қарақаттың тіләшар рәсімін жасайық. Ортаға сіздердің құрметтеріңізбен нағашысы Мейрамбек пен Қарақат шақырайық. Ал енді өздеріңіз білесіздер, Мейрамбек мынау алжандардың ұрпағы, батыр туған, ақын туған елден шыққан. Енді Қарақатта тегін емес, сонау найзаның күшімен, Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның күшімен ел қорған Бәйсейіт бабамыздың ұрпағы. Бірақ дегенмен қазақ айтады, нағашыда 41 шұбартайдың қарызы бартай дейді. Біз енді бүгін Қарақаттың әліппесіне сіздерден көрімдік беріп сұраймыз. Әрине, маңдайынан сүйіп, алғыс айтыңыздар. Көрімдік бір күннен кейін таусылады, ал алғыс бата деген адамның ғұмырына жетеді. Сондықтан дәл мектепте қоңырау соққызатындағыдай біздің кішкентай Ханшайымды нағашысы көтерсін, және нағашыны қай жерге дейін көтеріп баратынын көрейік. Сол жерге дейін барлығымыз көрімдік беріп үлгерейік ағайындар. Келіңіздер. Сіздерден қошемет болсын. Арылғандай пештен, әппақ менің періштем, анасының жүрегі еркелейді күнемді, қуантады кесін, тәй-тәй басып жүргенді. Тәтті, 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 менің балапаным тәтті, жарасады өзіңе, қылықтар қатты-қатты,
Нағашысы қолынан түсіріп қоятын болса, сіздердің аттарыңыздан өзі береді болады. Етегіңе орама. Етегіңе орама, етегіңе бүйтіп ал, қайырма. Ал ендеше қараңыздаршы мына анелдің кәдімгі қарақаттың ойбу қайданған анел деймін. Енді бұйырса жеңгем мен ағам бір-біріне серік болсын, махаббаттары мәңгілік берік болсын. Биылғы жылы Алла қалап жанар жеңгем анел дейтін бір қызға жерік болсын деп қосып қойыңыздаршы. Аллаға шүкір, міне қарақаттың етегіндегі қаражатпен уже той ақталып тұр бұйырса. Несібелі болсын дәл осылай. Қошемет болсын сіздерден. Ал ендеше атаңнан бота қалғанша бата қалсын. Бота бір жұрттық, бата мыңғыттық деп айтып жатырмыз ғой. Бұл берген боталарыңыз өсе берсін. Енді осы бір орайлы сәтте ойлы тілектерге кезек береміз. Қарты бар үйдің қазынасы бар деген қазақ. Сөздері сойылдай нақты болған, өздері көпті көріп текті болған әулетіміздің барлығына мәлім ағайын туысқа сыйлы ақсақалдары бар. Ендеше сіздердің құрметтеріңізбен әулеттің үлкендерін ортаға шақырсақ деп отырмыз. Олай болса Иманбек Күләш, Зинахан, Гүлжұпар, Ринат және Нұржұпар атты біздің ақсақалдарды, ақ самайлы әжелерімізді сіздердің қошеметтеріңізбен той төріне шақырамыз. Ал берекеті келген адамдарыңызға гүл бітсін, Алла қадамдарыңызға нұр жаудырсын. Ассалаумағалейкум, тойға келген қауым. Бәріміз кішкентайдан өстік титтайдан. Титтайдан бала болдық бәріміз. Бала болдық, міне үлкен кісі болдық, ана болдық. Сондықтан кішкентай қағамның аяғына аттап мектепке барғанменен осы жиналып отырған тойға келген қауым барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Әрқашан барған жерлеріңіз той болсын, жегендеріңіз қой болсын, барғандарыңыз той болсын, шапқылап жүре беріңіздер. Әрқашан да жақсылық тілеймін. Өлеңгөй мына бала шағам аман болсын. Тіл көзден сақтасын. Әрқашан да ерке боламын мен мына сандуғаш бағана айтып жатыр ғой сандуғашын. Өзі осы халге жеткізіп, бағып, өсіріп әкелді дейді. Ол ана әрқашан анасын сыйласын. Бәріміз анадан шыққанбыз. Ана деген өзі шағарып қой ана деген. Қасиетті ананы қадірлей біліңіздер. Сондықтан айтатындарым, дендеріңіз сау болсын, астарыңыз адал, бастарыңыз аман болсын. Әрқашан жақсылық тілеймін.
Бейбітчілік заман, бала-шағалар аман болсын. Ассалаумағалейкум, ағайын. Еркебұлан Жанар, мына кішкентайларың тойы құтты болсын. Не деймін, мен айтатын сөздің бәрін айтса да ағамыз енді. Главный денсаулық қой, денсаулықтары мықты, осы кішкентайлардың қызығын көріп, бұдан да үлкен тойларда кездесуге Алла нәсіп етсін. Баршаңыздың келгендеріңізге рахмет, осы тойды қуанышты бөлісіп. Не деймін, мен айтатын түкте қалмады Еркебұлан. Главный денсаулықтарың мықты болсын, семьяда бақыт болыңдар. Еркебұлан Жанар, Қарақаттың тіләшір тойы құтты болсын. Әрқашанда осындай сабағын беске оқып, осындай қуаныштарға жете берсін. Тек қана жақсылық болсын, артынан ерген сіңлісі, бауыры аман болып, жеңгеміз сендердің қуаныштарыңа тоймай жүре берсін. Бастарыңыздан бақ, астарыңыздан тақ, белдеулеріңізден ат кетпесін аға. Тойдың төрінде әрқашан жарқырап жүріңіздер. Алағайын, біз өзі қазақ дейтін халықпыз, халық емес алықпыз. Өздеріңіз білесіздер, бір тойды бір өзі жей салып, құлақтың басында майын келкілдетіп, көлкіп жатқанға да қанықпыз. Біз қазақ несібемізді көктен тілеп, көк бөрідей жерден жегенбіз. Ендеше біздің сіздердің құрметтеріңізге сойылған малымызды, етімізді қарсы алыңыздар ағайын. Ортада қазақтың ұлттық асы ет. Біздің төріміздің сыйлы қонағы Қарақаттың үлкен нағашы атасы Жақсылық атадан алсақ дейміз. Жақсылық ата қайда екен? Байын жарың қасын, бай қылсын, ертес көмек, кең пейін берсін, осы бағанқардың тұрған осы ертеңіз қабыл болсын. Осы бала-шағаның балаларын қасындағы ойнап жүргеніңіз амин. Амин, айтқаныңыз келсін. Алдарыңызда ағдаластан алып ішіп отырыңыздар. Той боласын ағайын. Тағы да бір тамаша музыкалық сәлем. Назар би ансамблінің орындауында қазақ биі.
баршаңыздың біріне бір қошеметтеріңіз болсын. Ал ендеше ардақты ауылдастар, тойларыңыз құтты болсын. Біз өзіміз затымыз қалалық болса да, атымыз қалалық болса да, затымыз ауылдық болып өмір сүріп жатырмыз ғой. Ауылдан адам кетсе де, адамнан ауыл кетпейді дейді. Барлығыңызға мәлім, біз өзі Қошқар дейтін жердің жаннаты Нарынқолдың Швейцариясынан шыққанбыз. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге арнап, Қошқарлықпын деген тамаша өлеңді тарту етемін, қабыл алыңыздар. Мен Қошқарлықпын, Алжан менен Тұрсынның тең баласы, есейткен еркелетіп ен даласы. Мейманын құдайындай сыйлай тұғын балғымыз қонағына берген асы. Мен Қошқарлықпын, айғыры мініп, азынатып атпаптаған, көкпар десе көкірегім атқақтаған, ағалардың алдын ізімен алдымдағы азаматтық арымды сақтатпаған. Мен Қошқарлықпын, Алтай қысты арбадан су тасыған, еміздеп аршасы мен қылшасынан, қиқулап қан сонарда қасқыратып шиботтың түлкі аулаған қырқасынан. Мен Қошқарлықпын, таймаған қарапайым қалыпты ізден, түлеген ағиықпын анық түзден, Азия даусында шалғы тартып суынан Бәзілбайдың балық сүзген. Мен Қошқарлықпын, Қошқарсыз көрген күнім құрсында, бағым бар таудай биік ырысында, аспан тау аясында туылғанмын, ақтастың туысында, Алланың уысында. Бәрекет Қошқарлық ағайын, қошеметтеріңіз қайда? Ардақты аталарым, апаларым, ағаларым, жеңгелерім және менің замандастарым, мынау Шыңғыс Айтматовтың бір жақсы сөзі бар. Мен қанша шетелде болам, мықты жерлерде сөйлеймін, бірақ өз ауылыма барғанда тұғырып қаламын дейді. Неге? Өйткені мен сол ауылдың қарияларын маған ақыл айтып өсірген ағаларымды көремін. Олардан асып кету маған оңай соқпайды дейді. Сондықтан бүгінде мынау сіздердің тойларыңызды басқару әрине маған расы керек оңай емес. Қазақ айтады, баласы бәйгеге шапса, анасы тақымын қысады дейді. Сіздердің осы тойда маған қошеметтеріңіз өте қажет. Сондықтан бір қошемет білдіріп қойыңыздар. Рахмет. Мынау тойдың төрінде мен сыйлайтын үлкен кісілер Рахымбай аға мен Фарида тәте, Сәбит аға мен Айгүл тәте. Мына жақта Керіп ағамның балалары. Одан бері келе ең алғаш асабалықты осы кісілердің вечерінде бастаған 90 жылғы түлектер отыр. Сіздер мен үшін өте ыстықсыздар. Бәрекелді, рахмет. Енді осы бір бауырымның әдемі салтанатты кешін абыроймен атқару менің үлкен мақсатым. Олай болатын болса, осы Қошқарлық ағайын қалада тұр, біреуі ауылда тұр. Бірақ ынтымағы мен ымыраластығы ажырамай жүрген нағашылар дейтін қауым бар. Сол нағашылар дейтін қауымды ортаға шақырсам деп отырмын. Олай болатын болса, Қарақаттың нардай нағашылары келіп отыр. Жақсылық Батима, Дүйсеқан, Қанымхан, Көшкімбай, Рахымбай, Фарида, Нұрсұлтан Тұрған, Мақсат Гүлжанат, Нұрсұлтан Мира, Бексұлтан Құндыз, Ербол Жазира, Ержан Назира, Бекболат Жанна, Ерсін Арай, Мейрамбек Жұлдыз және Сәкен Ағеке деген нағашыларға бір қошемет білдіріп қойыңыздар. Рахмет. Нардай нағашылар қауымы, қош келдіңіздер. Микрофон сіздің өздеріңізде.
Ал енді құрметті қонақтар, саламатсыздар ма барлықтарыңыз? Мынау үлкен есіктің кең залына жиналып отырған себебі менің Еркебұлан мен балам мен мына қызымның мынау сандуғаш бірақ қарындасым болса да құдағиым болып келеді. Ал Еркебұлан, Жанар, жаңа папаларың, ағаларың бәрін айтып жатыр. Соған қосыламыз. Мынау өсірген балаларымның қыздарының қуанышын көріңдер, солардың жақсылығын көріңдер. Мынау сендерді өсірген анаң мен әкелерің, сендерді осыған ал енді сендер, енді осы мынау біздің немерелерімізді осы халық мына залда жиналып отырған бәрі қошеметтеп сол баланың қуанышына келіп отырмыз. Не тілейміз? Денсаулықтары мықты болсын. Өсірген балаларың, қыздарың келешекте үлкен азамат, азаматша болсын. Өтіп кезінде мына бірінші классқа қадам басып отыр. Баяғыдан атымызда қалған салты бар дейді. Сол сияқты дін ашып, мынау үлкен кісі туған туысқанның батасын алып отқандарына үлкен рахмет. Мұның жасы ұзақ болсын. Келешекте осындай бір керемет залда, кең залда сол балалардың қызығын көрейік. Ол өмірді бітірген кезде сондай жақсылық қуанышқа толы беріңдер, бақытты болыңдар. Рахмет. Сандуғаш Еркебұлан кішкентайлардың тойларын құтты болсын. Той боласы болсын, кішкентайында үлкен азаматша болып, үлкен жерден көріне берсін, жасы ұзақ болсын. Кішкентайлардың мектепке аттаған балалар құтты болсын, үлкен бір аман болсын. Zamanımız temiz olsun, aslanımız rahatsız olsun. Basımıza koy toplamakta basımız çok çok fazla. Zaman insan var. Alen buna sen de hoş geldin. Na kişkentayımızın mektepke bargan adamı kutlu olsun, en sağ olsun. Еркебұлан, Жанар, балаларым, рахмет. Осы көпшіліктің батасын алып жатқандарыңызға, құлағым, мүшелеріңізге, Иманбек құдам, бәрілеріңізге көп рахмет. Ел сау болсын балаларыңыздың, жасы ұзақ болсын, биіктерден көріне берсін. Солардың қызығын көріп, чапқылап, жүре беріңіздер, тойдан тойға жеткізе берсін. Айналайын Сандуғаш, құдағиым, Еркебұлан, айналайын балам. Жақып, бүгінгі қуаныштарың құтты болсын. Мектеп табалдырығын аттап жатқан қақатайымыздың қадамы оң болсын, биіктерден көрінсін, осындай қуанышты күндерің көп болсын. Ең жаман күндеріміз осындай болып, халықтың алдында, туғанның алдында осындай қабақтарының әрқашанда жарқырап, қуанышты күндерің, бақытты сәттерің көп болсын. Қатардың енді осында мектепке табалдырық аттағаны қуанышы ғой бұл енді. Жақсы оқысын, дені сау болсын, қызығы көп болсын баланың. Енді мектеп бітіргені бар, одан кейінгі тойдан той жалғасады ғой. Сол қуаныштың бәріне осы отырған халық, біз болып бірге көрейік сол қуанышымызды. Той боласын, құтты болсын тағы да. Ал енді той құтты болсын біріншіден. Екіншіден қыздарымыздың, немерелеріміздің бірінші классқа барып жатқан құтты болсын, үлкен кісі болсын, жағынан үлкен сол кісілердің тілектеріне қосыламыз. Бәріміз аман есен болайық, денсаулық мықты болсын, өсіп көбейе беріңіздер. Бастысы денсаулыққа. Сол бәріміз аман есен болайық, тойдан тойға күліп ойнап, шапқылап жүре беріңіздер, аман есен болыңыздар. Құрметті құдағи, Еркебұлан, мына қызымыздың мектеп табалдырығын аттаған қадамы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, тек қана биіктерден көрінсін, жақсы оқысын, сіздерге қызығын көрсетсін, денсаулығы болсын, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, алдымен той серғау. Бүгін енді Теңіз Қарақаттың мектеп қорған алғашқы қадамы деп
қуанып құлағы той жасап жатыр. Тойыңыз той қыласа берсін. Осы тойдың соңы болмасын, тойдың келесі тойлардың басы болсын. Екі olan жанар тойлары құтты болсын деп осындай той жасап, Алталаштың басын қосып, сенде ауылдастардың басын қосып, осындай бір жақсы мереке жасабасыңдар. Тойымыздан жиналыс қылмай демалыс қылайық. Таудай болып кіресің, тардай болып шығасың, титтей болып кіресің, иттей болып шығасың деп қызымыз жақсы бір азаматша, жақсы бір өнегелі ұрпақтан болсын. Мектебін жақсы бітіріп, Құдай өрісі жасап, мектеп бітірген той отырайық, ары қарай тағы да тойлар тойға жалғаса берсін. Бәрекелді қошемет болсын, тойымызды жиналыс қылмайық деп жатыр нағашылар, өте тамаша. Жаңа байқасаңыздар, тәтем Еркебұланды балам деп жатыр ғой. Балам деген кісілерге қошемет болсыншы. Күйеу балам демей балам деп жатыр. Тамаша. Құрметті қонақтар, бүгінгі тойға жиналған қауым. Бүгін Қарақаттың қуанышына жиналып отырсыздар. Қарақат өте талантты қыз. Сандуғаш тәте, бірінші тұңғыш немереңіз құтты болсын тойларыңыз. Тек қуанышын көріңіздер. Қарақат қазір биімен де, өнерімен де таңғалдырып жүр. Оның жақсы оқитынына біз өте сенімдіміз. Еркебұлан жанар, тұңғыштарыңның қуанышы құтты болсын. Басқа да ұрпақтар ере берсін артынан. Денсаулықтарың мықты болсын. Осындай қуанышты күндер көп болсын. Және де осы жерде отырған ұстаздар қауымын құттықтаймын. Жанарды құттықтаймын төл мерекесімен. Ұстаздар болса, қол көтеріп қойыңыздар. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Және бүгін ерекше күн болып отыр. 1 қазан. Бүгін қарттар күні. Алдарымыздағы үлкендер аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Алдарымызда аман есен ата-анамыз жүре берсін. Сандуғаш тәте, және біздің ата-анамыздың да немересі ғой Қарақат. Көкем, мама, немерелеріңіздің тойы құтты болсын, қуаныштарыңыз құтты болсын. Тек осы немерелердің жақсылықтарын көре беріңіздер. Көп рахмет нағашылар, сіздерге бір қошемет болсын қонақтардан. Біз өзі қазақ қызық қалықпыз. Жалпы тілашарды, сүндет тойды бала үшін емес, үлкендер үшін жасайды екенбіз. Өзіміз көңіл көтереміз, ішіп жейміз, сөйтіп той күшті болды деп айтамыз, бірақ балалардың есінде ештеңе қалмайды. Бүгін сүндет тойы болып жатқан Қарақаттың есінде өмір бойы кетпейтін бір тамаша нәрсе қалсын деп бір жақсы ойын ұйымдастырдық. Сіздердің қошеметтеріңізбен Қарақатты ортаға шақырайық. Қарақат қайда екен? Келе ғой Қарақат. Қарақат келе ғой, Қарақат кел. Қарақат келе ғой. Қошемет болсын қаншайымға. Рахмет. Қазір бір ойын ойнаймыз. Ойынның аты Ребус. 90 жылдықтар, сіздер дайын болыңыздар. Қазір біз Қарақатқа әріптерді қайталататын боламыз. Қарақат әліппеде неше әріп бар? Қазір енді папаларың айтып өздері жеткізеді. Жалпы әлі толық аяқтамаған екен. Сондықтан Қарақат әліппедегі әріптерді толық білгің келеді ме? Жақсы, олай болатын болса, Ереке оң қатардан және сол қатардан араластырып, біз оң қатардан 3 жігіт, сол қатардан 3 жігіт шығарсаңыз жақсы болар еді. Өзімен бірге бір орындық алып шықса. Жылдамдатам. Тез.
бір орынға алып шығамыз. Ана жерге алда болып қатарын қоясыздар. Жақсы, тамаша. Енді былай істейміз. Жігіттер, қазір мен 1, 2, 3 деген кезде жақсылап билейміз және қарақат бір әріп айтады, сол әріптен басталатын кез келген затты әкеп осы жерге отыруға мүмкіндік бар. Дайынбыз ба? Той қонақтары дайын ба? Аплодисменты. Қайда, қошемет қайда, шу қайда? Билемейді, әйтпесе 90 жылдар билемейді қазір. Жақсы қошеметтеріңіз тағы да бір көрсетіп жіберіңіздер 90 жылғылар және достар қауымы. Музыка болсын. А деген әріп. Жылдам татамыз. Тез, бәрекелі. А деген әріп. Сашка не қолында? Өзің алма, отыр болды. Рахмет көп. Келесі жігіттер. Алма. Әліппеде бәрі алмадан басқа ештеңе көрмеген ғой деймін, аға? Жақсы, жарайды. Алмадан басқа адам басылатын зат бар шығар сахнада? Жалпы, осы тойда. Айфон. Қайсы көрсетесіз? Айфон дейді ғой, айфон. Не деген тапқырлық? Айфон, Шыңғысқа қошемет болсыншы. Рахмет. Кеттік жігіттер. Тұрайық. Музыка бар ма? Жалпы кім нашар билеп жатыр, соны ешқандай зат әкелткізбей сразу ойына шығарсамыз. Кетіп барып саламыз. Қандай зат сізде? Қасыққа құрмет білдіріп қойыңыздар. Қасық, Шыңғыс. Бәрекелді дос болса Шыңғыстай болсын. Қарақат. Мынау қасық қарақат ба? Жақсы. Билемейтін Шыңғысты шығартсайық. Енді өзіміз қалдық. Енді биле ортада. Давайте айырайық. Кеттік. Неге көрмей қалдыңыз? Білмеймін. Байқамай қалдыңыз ба? Сонда болып қуаншақпын. Есіміңіз кім? Ерсайын. Ерсайынға қошеметтеріңіз.
Ер сайынға қошемет бар ма? Естілмейді. Осы жерден шыға саласың. Рахмет. Оқашы. Қарақат келе қойын алдыға келейік. Үлкен кісілер ойынды көрмей жатыр. Келе ғой, кел. Дайынбыз ба, жігіттер? Кім қалды бізде өзі? Кім қалды? Есіміңіз? Азат. Ринат. Нұрғали. Азат, Ринат, Нұрғали. Азатқа қошемет бар ма? Азатқа. Примерно осылай деген жатыр ғой. Примерно осылай деген ғой. Енді Риконың биін бағанадан бері өздеріңіз байқап жатсыздар ғой. Ринатқа қошемет бар ма? Нұрғали қалай келіп жатыр, Нұрғали? Қазір енді біліп отырсыздар, Қошқардың нағыз Қошқар жігіт алда келіп жатыр. Олай болатын болса, енді алдыға шығып билеп жалғастырамыз. Келіңіздер. Жаңа көп мақтау жібердім ғой деймін аға. Не алып келдіңіз? Жүзім. Жақсы, енді жүзіміңізді жеп отыра беріңіз. Көп рахмет, Рико. Енді ортада екі жұп қалды. Азат против Нұрғали. Азаттың қолдаушылары бар ма? Азат. Келесі ортада биді айыратын, любой нәрсені тауып келетін Нұрғалидің қолдаушылары бар ма? Жақсы, қолымыздағы жүзімен билей береміз бе, әлде қойып билейміз бе? Қойып билейік, ана? Тағы да жоғарлап келдік. Орны сол жерде қалады, тағы жоғарлаймыз. Тағы, бері. Орны сол жерде бола берсін. Үлкен кісілер көрмей жатыр. Қарақат келе ғой. Қарақат. Бері. Жігіттер солай. Кім бастап билейді, сол жеңді. Бірден айтып қояды. Және осы билен кейін екі әрі байқалым болады. Bir әрі билейді, екі әрі. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Кет! Ядан келеді, не бар сізде? Ештеңе. Тұр, айналайын, тұр, тұра ғой. Яблоко, қане, қосеме!
Очки ма? Очки, мені қолықтар, қошеметтер, очки. Сіздікі, рахмет, орныңыз құтты болсын, бәрекелді. Қошемет білдіріп қояшы Нұрғалиға. Неғып тұрсыз? Қалсын, келіңіз. Бәрекелді. Ал енді, Нұреке орныңыздан тұрсаңыз болады. Енді әрине, халық қаласа қан түйесін сояды дейді, сондықтан сіздердің жауаптарыңызбен бүгін кім жеңіске жеткенін анықтайтын боламыз. Сіздікі оң қанат емес пе? Азеке, Азатқа қошемет бар ма? Рахмет. Биді айыратын, любой нәрсен тауып білетін Нұрғалиға қошемет бар ма? Рахмет. Ал енді, жалпы өздеріңізде байқап отырсыздар. Нұреке, Азеке, өздеріңізде көріп тұрсыздар. Кімнің жеңгенін, халық өз дауысын беріп жатыр. Барлығы өте әділ шешіліп жатыр. Сонымен осы ойында Қазақстан Республикасының бас партиясы Нұр Отан жеңіске жетті. Қошемет болсын. Рахмет. Жеңіс Нұр Отандікі болғанмен приз осы кісілердікі, Жанар жеңгеніздің призді апарып тапсыруына рұқсат болсын. Ауылдықта көңіл-күйлеріңіз қалай жалпы? Той қалай ұнап жатыр ма? Енді той өзі халықтың сол той жасаған кісінің ниетіне қарай болады, пейіліне қарай болады. Өзі ерекеңнің пейілі қандай екенін білесіздер ғой. Той ұнап жатқан болса бір білдіріп қойыңыздар, той ұнап жатыр деп. Рахмет. Ендеше осы бір тамаша сәтте тамаша кісілерге тілек бергелі отырмыз. Ол әрине осы әулеттің 1000 жылдыққа құда болып, қуанышын бөлісіп, көбейтіп, қайғысын бөлісіп жүрген ардақты ағайын сарысүйек құдалар деген қауым бар. Сол сарысүйек құдаларды сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен дәл қазір ортаға шақырмақшымын. Ендеше Айнұр, Рысқан, Базарбай, Орал, Шолпан, Орынбасар, Маржан, Күләш, Гүлмира, Айгүл, Айтын, Надира деген құрметті де қадірлі қонақтарымызды той төріне шақырамыз. Билет беріңіздер. Бәрекелді, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Кімнен бастаймыз? Ал енді тойханада отырған тойшыл қауым, біріншіден тойға келуге, тойда отырған столдарыңыз құтты болсын. Ал құдағы сандуғаш немерелеріміздің мектеп аттап, хавалдырық аттаған, оқуға барған тойы құтты болсын, жас ұзақ болсын, дені сау болсын. Сіздерге бір жақсы бір азаматша болып, оқуда озат, еліне елеулі, халқына қалаулы бір азаматша болсын. Сол қызымыздың жақсылығына тоймай, сол қызығын қызықтап, бірге тойлап, осындай оқуды бітіріп, институтты бітіріп, сол бір жақсылығында осындай бір залда
бас қосып отырайық. Деніміз сау, бала-шағамыз аман болсын, дендеріміз сау болсын, бала-шағамыздың көрген мына осы бала-шағаларымыздың көрген қызығын көріп тоймай көре беріңіз. Ал енді мына жердегі тойшыл қауымға да осы тілекті қабылдап айтамын, енді дендеріңіз сау болсын, әрқашанда осындай тойда болыңыздар. Еркебұлан Жанар тойларың құтты болсын. Бала-шағаларының қызығын көріңдер. Енді тек қана сандуғашқа айтты дей бермеймін енді. Сендер баққан ыстық па, жоқ тапқан ыстық па дегендей. Тапқан сендер болғанмен, баққан кісі озады ғой. Сол қызығына тоймаңдар, жақсылықтарына ортақпыз айналайын. Аман болыңдар. Мына немереңіз алғашқы мектепке барып жатыр дейді, құтты болсын, биіктен көріне берсін. Бүгін бірінші классқа барып жатса, оның 11-ді бітірген, институтқа бітірген, ұзату тойларын бәрі куәсі болайық біздер. Еркебұлан Жанар, мына өсіп жатқан қыздарымыз алғашқы мектепке барып жатыр дейді, Құдайым қадамы құтты болсын, мына беріп жатқан тойларыңыз тойға бассын, дендеріңіз сау болсын. Мына қарақат қызымыздың дені сау болсын, тек биіктен көріне берсін, той-тойға болсын. Армысыздар, тойға келген тойшыл қауым және Құдағи Сандуғаш, Еркебұлан Жанар. Бүгін мінекей алдылашып басын қосқосаңдар да ағайын туыс құда-жекжаттың басын қосып той жасап жасыңдар. Кеше ғана осы Еркебұлан мен Жанарымыз үйленуіне куә болып едік. Бүгін міне кішкентай қарақатымызды мектепке барған жақсылығына куә болып жатырмыз. Ертең осы мектепке таудай болып, тарыдай болып кіріп, ертең таудай болып шығатынына тағы да куәгер болайық. Үлкен оқу орнына түсіп, тек биіктерден көріне берсін. Аман болыңыздар, осы әулетте тек той болсын. Сандуғаш тек ұрпағымен мақтанатын бір үлкен әулетті семья болыңдар енді. Осы бүгінгі осы тойда отырған бүткіл ұстаздар қауымын төл мерекесіне құттықтаймын. Тойға келген кісілер тойдың арты той болсын. Алдарыңыздағы тостан алып шілжеп отырыңыздар. Тойдың бәрі өту, жақсы өту өзімізге байланысты деп ойлаймын. Сандуғаш апай, тойшы немереңіздің шаттық болсын. Осы немере шөбере сүйіңіз, қызығына қуанай жүре беріңіз. Береке, жәке, тоқтамаңыздар, жалғастыра беріңіздер. Футбольный команда құрыңыздар. Сол жақсылық тілеймін. Тойларымыз тойға ұласып, осындай жақсылыққа жүре берейік. Ассалаумағалейкум деп ойындағы тойшылығым. Ал енді мына Құдағи Еркебұлан кішкентайларымыздың аттан қадам құтты болсын, бірінші класқа. Үлкен биіктерден көрсін, халықтыңыз болсын, еліне елі жұртына қалаулы биіктерден көрсін. Соның қызығынан көріп жүре беріңіздер. Бұйырса сауымыздың үйден тойында отырмыз. Жақсызақ болсын, астан қадам құтты болып, тойында тоғызын келе берейік, әсілерге рахмет жасап, қадам құтты болсын. Көп рахмет, құрметті генерал, құдағилар, жүздеріңізге түскен әжім жүректеріңізге түспесін, әрқашан біздің төрімізден табылыңыздар. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Қайки құдасы құдайындай сыйлаған қазақ екенімізді көрсетіп барлығымыз тұрып, бір билейікті. Bak
хан тәңірдей шыңың бар. Мөлдірлік керек дегенге көлсайдай тұнық көлің бар. Сұлулық керек дегенге шарындай шатқал белің бар. Ақындық керек дегенге Мұқағалидай ерің бар. Сен алтаталы албансың, таудан да биік тарлансың, тамырың терең жайғансың. Азуы алты қарыс арлансың. Батырлық керек десеңіз, Мұқағалидай ерің бар. Райымбек болып сөйлесең, жауға да жалғыз барғансың. 30 күн тамақ ішпестен онда да ойран салғансың. Мұқағали болып сөйлесең, қара өлеңнің қағидасын қара қағазға жазғансың. Жаманбек болып сөйлесең, саясаттағы заңғарсың. Алтынбек болып сөйлесең, жауына балта ұсынған батыр мінез аңғалсың. Оразалы болып сөйлесең, Ресейге де барғансың. Төріне шығып Мәскеудің албанмын деп айғай салғансың. Қытайға олақ түргізіп, албанның әнін салғансың. Сен алты болыс албансың, таудан да биік заңғарсың. Албандар, тойларыңыз құтты болсын. Біз өзі албандар әсіресе соның ішінде қошқарлықтар өзі қызық қалыппыз. Алтын шыққан жерді белден қаз деп бір-бірімізден ақырын қыз алысып, қыз берісіп, үйреніскен жау атыспаққа жақсы деп өсіп, өрбіп жатқан қарапайым халықпыз ғой. Сондықтан енді осы жерде бір қошқардың сүбелі жұрты келіп отыр. Ол әрине Ерекеңнің ағашылары. Қазақ айтады, үйдің жақсы болуы ағашынан, бұлақтың тұнық болуы сағасынан, жігіттің жақсы болуы нағашыдан дейді екен. Ендеше албанның бір ұрпағы, бидің ұрпағы, Қожбамбеттің ұрпақтары нағашылар қауымы. Сіздерді қошеметтеріңізбен той төріне шақырайыншы. Қошемет бар ма нағашыларға? Нағашылар Рая, Серікбай, Алмагүл, Нұрғаби, Ұлсара, Сералы, Марияхан, Кенжет, Гүлжанар, Ерғали, Гүлжамал, Талғат, Роза, Бейсенбек, Сайрам, Ерболат, Света, Жақсылық, Фарида, Мәди, Сабит, Айгүл, Зәуре, Жұмагүл, Атанқұл, Гүлімжан, Ерік, Әсел, Шолпан, Дария нағашыларға қошемет болсын сіздерден. Қош келдіңіздер, кімнен бастаймыз? Келіңіздер, нағашылар. Рахметіме өзім ауылым. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Не тілеймін мен бүгін той құтты болсын, екі ман. Жәкір болсын, кішкентай сөздеріммен қазақтығын осы тез сөйлемейсің, мен сөйлемейсің. Екі ман реттелі бар, әлі сағып шыға сағанда жаман әлмейсің. Арайсың, Қыдан басып отқан қыдан басып отқан болсын. Көйін адаматқа болсын, мен осыдан бастап тұрын көй жақсылыққа бастасын. Бар
жақсылық тілеймін күніне. Екеуін той толғасын. Ал енді құрметті көпшілік қауым, біріншіден мына тойға келген қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгін осындай үлкен сарайда мына Сандуғаш, Еркебұлан, Жанар жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Енді осы тойдың куәгері жаңа Қарақат қызымыз мектеп табалдырығын аттап жатыр. Енді аттаған қадамы құтты болып, тек жақсы жағынан көріне берсін. Мектепке дейін де жақсы жақтарынан көрініп жатыр ғой енді. Сол биік белестерді, үлкен одан да биік белестерді бағындыра берсін. Тек осы қыздың жақсылығына тоймай, қуанышына тоймай жүре берейік. Жақсылық болсын, тойларын тойға аласын, той тағы да тойға жалғаса берсін, аманшылық болсын енді. Құрметті қонақтар, міне үлкен бір қуанышты той болып жатыр. Сандуғаш, Еркебұлан, Жанар енді мына Қарақат қызымыздың табалдырық аттап жатқан құтты болсын, үлкен азаматша болсын. Мына келген көпшілік қауым сіздерге де осындай жақсылық, таусылмас бақыт тілеймін. Үлкен азаматша болып, алдыға самғап жүре берсін. Соны қызығына тоймай жүре берейік бәрімізде. Құтты болсын той. Құрметті ағайын туыс, құда жекжаттар, келген қадамдарыңыз құтты болсын. Мынау енді бүгін Еркебұланның нағашылары деп ортаға шығып отырмыз. Аллаға мың да бір шүкір. Енді мен біріншіден айта кетсем, біз енді 10 бауыр едік. 10 бауырдың бала-шағалары енді бізге жиендер ғой. Енді жиендерді Аллах тағала көптік жасамасын, көп көрмесін. Бәріне ақ жол. Сол жиендердің ішінен өзі таңдаулы осы Еркебұлан, Чоқан, Бекжан шөгеді. Өзіме бір жақыны, ұрыссам да, қойсам да, әмсе ақылымды айтып жүрген, спортқа тәрбиелеген, баулыған. Енді соның біреуі міне Еркебұлан, Жанар екеуі жас семья, бұлар да өмірге жаңадан қадам басқан. Бұл енді екі семьяға мыңда бір шүкіршілік, балалы шағалы, жаңа үйлері бар, қызметтері бар. Енді Алланың қолдауы болсын бұл семьяға. Жаңа Қарақатымыздың тойын жаңа аналарымен қосып, Сандуғашты ортаға салып, осындай құда жекжаттан, бауырлардан, туыстардан бата алайық деп жатыр екен. Енді жаңа дұға тілектер қабыл болсын. Қарақатымыздың жаңағы тілі жақсы ашылсын. Сондай бір керемет үлгілі оқушы болып, жақсы жоғары жақтан көрінетін азаматша болсын. Ал енді сендерге, семьяларға бақ береке берсін Аллах тағала. Бұдан да жоғары той ұйымдастыра беріңдер. Мынау енді алғашқы тойларың әйбат жақсы болып жатыр. Үлгі тұтамыз, сендермен мақтанамыз. Рахмет, мына келген қадамдарыңыз құтты болсын, әр семьяда осындай той болсын. Тойға келген қауымына тойларыңыз құтты болсын. Сандуғаш жаным мына тойың, алғашқы немереңнің тойы құтты болсын. Біз жаңа бірақ жақты Еркебұлан нағашыларын таныстырды. Біз Суандар Жанардың нағашысымыз. Жанар жақтың нағашысы боламыз, Суандарымыз. Жаным Еркебұлан, мына кішкентай барған мектепке барған қадам құтты болсын жаным, ботам. Әшейін осындай үлгілі семья болып. Жака, Еркебұлан екеуің ешқашанда жамандық көрмеңдер. Мамаларыңды ортаға салып, құрдасың. Кәнтейгінші жамандық көрме. Осы бала-шағаң қызығын көр. Осы Қақатайдың тойына жет. Ұзату тойына жеткізсін сені. Ақан, жақсы, құтты болсын тойлар. Жасап жатқан, атап жатқан тойлары құтты болсын. Мына Қақатай қызымыз үлкен азаматша болып, Қазақстанның беделді, танымал, алдымызда әрқашанда беделі артып, үлкен Қазақстанның бір азаматшасы болды. Тек сол қыздың жақсылығында осы аттағы інім қарындастары көбейе берсін. Еркебұлан, Жанар, сіздерге өмірде тек жақсылық тілеймін. Отбасыларының әрқашан өстіп, шаңырақтары биік болып,
тек той жақсылық жасай берейік. Не деймін, қызымыз бақытты болсын, сізге де бақытты болсын, той болғасын. Рахмет. Енді десе жүрегін жұлып беретін, алыстан ат терлетіп келіп отырған суандар бар екен, нағашылар. Нағашыларға қошемет болсын, суандарға. Жанардың нағашылары. Осы дүркіретіп, үлкен залға келіп атқан тойшыл қауым, құда жекжаттар, бүгінгі мына той негізі Сандуғаштың тойы деймін. Сандуғаш үлкенді ең алғашқы көрген немерем Қарақатының Еркебұлан Жанар апасы мен Қарақатқа осындай той жасап бергендеріңе көп рахмет. Санду балапанымның мына аттап атқан ең бірінші мектеп табалдырған қадамы құтты болсын. Өсіп өніп, әулетіңмен көбейе бер. Балапандарыңның қызығын көріп, тек солардың арқасында марқайып жүре бер. Құда жекжаттың ортасына сыйлы бол. Қарақат бір атына затсай үлкен бойжеткен болып өсіп, саған тек жақсылығын көрсетсін. Еркебұлан Жанар, сендер де өсіп өне беріңдер. Орталарында сыйлы, өзіңнің қандай беделдерің бар екен, міне көріп отырмыз дос-жарандарың, коллектив, көрші боламын ортасында. Алғашқы тойларың көбейе берсін, көркейе беріңдер. Құрметті тойшыл қауым, келген қазақтарымыз құтты болсын. Қызымыз үлкен азамат болсын, елімізде халқына қарауы. Дені сау болсын. Артындағы сіңілеріне үлгі болсын. Құтты болсын. Barşamız jastlar тұрып, әңгіме бір кішкеніздер. Баршамыз бірге жастар кәлдер. Сапар жеткен намазға, сен жанымда маңайса, қиындыққа қамызба, қиямында жанайса. Болмағында жайында, суғысы мен айналды, қарабемен айында, қата тұрып жайқалды. Сәулем, 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 Şamanlarımsa, sizin bir şansan, basından kalsan, bağlamın ölüsün, yüreğimi jalansın, şamarımla, şamarımla, şamarımla olsun, şamarımla, şamarımla, şamarımla olsun. Жида бывшего голова. Только песня совсем не то, как мелодии люди с которых говорят не повезет, если черную дорогу перейдет, а пока на дорогу только черному кону не везет. Танец здесь, Kendimiz kapat dolaşışmayla, izleyici gitkinizlerle, onlara duyumuz vurgulayla, kendisinin gözümüz olsundayla, kızımızda oğlum, kızım bana sağlık, lezzetleri odamda nasıl böyle olur, çıkma şirin kolayla, sen koydun burada, sizin poça şişesi zaten bizim orada. Aha! Wow! Wow! Танцуйся! Ты на белом свете, там где всегда мороз,
Сол жолаған бүгінгі тойында бүгінге қолдаймыз сол сені. Бірге қуанамыз, ойлаймыз. Вау. Дәл осылай. Seni özledim. Çoksun sen ayrılsan, onu bilmedim. Belki varsan bir düşün, sen böylesin. Dönemde darım bulmam gelirsen. Dönemde darım bulmam gelirsen. Olha que mais Alındı başımız ilk rastgele erkektir. Başımız şanada, şobada. Kelgen жылдар осыға енді жасқа. Бақытым мен байлығым алла келсін. Аға, қайыр. Başımız жарым шаттарысың. Жобалардың жолдары болмайсың. Келген жылдар осыға енді жасқа. Бақытым мен байлығым алла келсін. Теңіз айлан ел. Супер. Ал ендеше қадірменді той қонақтары, тойға арналған тілегімізді, жақсы ниетімізді ары қарай жалғастырамыз. Олай болса, қазақ айтады, өлем үшін өлем дейді. Яғни, әркім үшін қазақ өлмеген, өзінің ет жүрегі жақын адам үшін жанын беруге дайын болған. Олай болса, осы жерде бөле деген бір қадірлі жік бар. Және тағы да бір жақсы сүбелі сөз бар. Алыстағы қайынның аты озғанша, қасыңдағы көршіңнің тай olsun деген. Олай болса, ең жақын, ең тілекші халық бөлелер мен көршілерді осы ортаға шақырмақшымыз. Айдар аға, Елмира жеңге, Ерлан аға, Алуа жеңге, Жеңісбек аға, Саманта жеңге, Шоқан аға, Сандуғаш жеңге, Азат аға, Салтанат жеңге, және көршілер Айбек, Бика, Бекетай, Айсұлу, Мұхит, Маржан, Есжан, Айна, Ғалым, Дана, Серік, Айтгүл, Бақыт, Орынкүл, Қайрат, Нағима, Камал және Алма.